сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгін сіздер кітапханаға «Экранда кино, ал бізде кітап» атты бір күндік кітап көрмесіне келіп отырсыздар. Осы бір күндік кітап көрменің дәйек сөзі ретінде педагогикалық әулеттің негізін қалаушы Асқар Ислямовтың сөзін алып отырмын. Көркем әдебиеттен де қол үзгеру жоқ. Олар менің рухани байлығымды арттырып, кейбір жақсы кейіпкерлерге еліктеп, жұмыс істегенімде рас деп жазып кетіпті. Құрметті білім алушылар, сіздер күнделікті күнде экраннан неше түрлі кино көріп отырсыздар. Ол кинолар ойдан алынған жоқ. Кез келген киноның негізінде кітап жатады. Мысалы, сіздерге бір киноны атап кетейін. 1963 жылы сіздер «Менің атым Қожа» атты кино түсірілгенін білесіздер. Режиссері Абдолла Қасақбаев. Үлкен суына қарай үңілген еңіс құлай берісте пар атып жеткен жеңіл құрамышының зарлап келеді. Білім алушылар, бүгінгі кітапханада «Экранда кино, бізде кітап» атты бір күндік кітап көрмесіне сіздерге викториналық сұрақ дайындап қойдық. Мынандай сұраққа кім жауап береді? «Менің атым Қожа» фильмін қойған режиссердің аты кім? Абдолла Қасақбаев. Тексереміз ба? Тексерейік. Кім? Абдолла Қасақбаев. Абдолла Қасақбаев. Дұрыс қой. Келесі викториналық сұрақ. Менің атым Қожа қандай жанрда жазылды?